Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2022 жылы жарық көрген Батыс майданында өзгеріс жоқ атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Соғыс алаңында бірнеше өлген сарбаздар жатады. Олардың өлгендерін көрмегендер алыстан оқ атып бомба жарады. Кейін қазылған арық тектес ұзын орда солдаттар барынша соғысып, атысып, кейін шабуылға шығамыз деп жауды қарсы алуға жібереді. Бірақ жау оларға оқ жаудырып, бомба жарып, біразын қырып салады. Сұрапыл соғыстан қаза болғандарды жинап, олардың киімдерін шешіп, барлығын бір жерге көме бастайды. Ал киімдерін жуып, тазалап, тесіктері мен жыртықтарын жамап, қайта өңдеп беріп жібереді. Бірінші дүниежүзілік соғыстың 3-ші жылы болған кез солтүстік Германияда Поль атты жас студент өз достарын кездестіреді. Сонда оларға соғысқа шақырту кеп, мұнда қалмаймын деген жігіт бірден қағазға қол қойып келісімін береді. Сөйтсе барлық студенттерге шақыру келгенін байқаймыз. Оларға басшылар үгіт насихатпен жігерлендіретін сөз айтып, 2 аптадан кейін Парижде жүреміз. Соғысқа барыңдар деп жігіттердің рухтарын көтеретін сөздер сөйлейді. Бәрі иә деп оны қолдап қолпаштайды. Сөйтіп болашақ сарбаздарды тексеріп, құжаттарын қарап, оларға форманы ұстатады. Польда киімін алып, қуанғаннан қобалжығандай болады. Осылай өңделген форманы бергенін түсінеміз. Соғысқа аттану оларға бір мақтаныш секілді сезініп, жүздерінде қуаныш күлкісі ұялап, әндетіп адымдап келеді. Францияның солтүстігіне жетіп, батыс майданға жол тартады. Біраз жүргеннен кейін жолда хирург 3-4 көлікті тоқтатып, жаяу барыңдар, бізге жаралылар үшін көлік керек деп алып қалады. Сонымен әскерлер жаяу аттанады. Сол кезде француздар бомба атқылап, газ деп бәрі газға қарсы маскаларын кие бастайды. Содан шешіңдер деп қатармен жүріп, өздерінің ұзын терең орларына келіп, әскерлер жаумен атысып тұрады. Біразы ордағы жаңбыр суын дулығалармен шығарып, Людвиг мен бұлай елестетпеген едім деп соғысқа келгеніне өкінгендей боп, қолдары жаурағаннан сезбей қалады. Түнде досымен кезекшілікте тұрғанда Поль бір дыбысты естіп, қаруын дайындап тұрады. Кім бар деп оқ атып көріп, сәлден соң Польдің басынан оқ тиіп құлайды. Абырой болғанда дулығасы қорғап қалады. Не болды деп келген бастығына қорыққан Поль мені атты деп дулығасын көрсеткенде, басты төмен ұстау керек, оқ аттың ба орныңды ауыстыру керек деп түсіндіріп кетеді. Яғни жау қайда екен біліп қоймау үшін. Солай досымен басқа орынға барып тұрады. Сол уақытта оларды бомбамен атқылай кетіп, барлығы бункерге жасырынады. Тоқтағанын күтіп отқанда Людвигтің жүйкесі сыр бере бастап, мен үйге қайтқым келеді деп жылап, оның соғысқа бекер келдім деген өкініші расталады. Жаулар тоқтамай бомбалай беріп, ақыры олардың бункерлеріне де жетеді. Әскерлердің тыпырлап ол жерден қашуға тырысып, үлгергендер шығып қалады. Біраздан кейін Поль есін жиып, оның үйінде астында қалғанын көреміз. Оны тауып, үстіндегі ағаштарды алып, Поль, қалайсың, естіп тұрсың ба деп сұраса, шок болған жігіт жауап қата алмай айналасына көз салады. Жарақат алғандарға жәрдем беріп жүргендерді байқаймыз. Кейін Кат дейтін әскердің қасына отырып, ұсынған нанын алып жеп демалып отқанда командир амансың ба, онда тұр деп демалдырмай, қолына қалташаны тастап кетеді. Ол өлгендердің мойнындағы алқалардың бір бөлігін сындырып жинауға кіріседі, яғни кім екенін білу үшін. Содан бір көзәйнекті басып кетіп, досы Людвигтікі екенін танып, оны іздейді. Сонда бір аяғы жұлынған адамды көріп, оны арт қаратса Людвиг боп шығады. Алқаның бір бөлігін салып ап, көз жасына ерік береді. Арадан 1,5 жыл өтеді. Әлгі темірлердегі адам аттары мен туған жылдарын қағазға жазып отырады. Кейін сол тізімді тездетіп хатшы Эцбергерге тапсырып, бір айда 40 000 адам қаза болды, яғни жағдайдың онша мәз еместігін түсінеді. Соны ол генерал маршалдарға жеткізуге тырыспақшы болады, яғни жаумен бір бітімге келуді қалайды. Францияның оккупацияланған Шампань деген жерінде Поль мен Кат екеуі бір үйге жақындап, іштегі қаздарды көріп, тамақ үшін бәрін жасайсың деп Катты қоршаудан өткізіп жібереді. Соны күтіп тұрып, ол бір қазды құшағына қысып қашып шығады. Артынан үй иесі оқ атып, екеуі қаша жөнеледі. Осылай 5 адам бір сарайдың ішінде сол қазды қайнатып пісіріп, бөлісіп құштарлана жеуге кіріседі. Кат әйелінен келген хатын әкеліп, Польға оқытады. Саған шұжық салдым деген секілді сөздерді жазып, соңында баламыздың мазарына бардым. Соғыс аяқталайын деп жатыр екен ғой. Сен келгенде келесі жылы 10 жасына барамыз деп жазыпты. Каттың көңілі түсіп, Поль баласының қайтыс болған естімеген ол біртүрлі боп қалады. Сонымен келмей қалған батальонды іздеп шығып, жан-жақты қарап жүреді.
қирандылар мен өлгендерді көреді. Газы шабуыл болғанын түсініп, бір үлкен қоймаға жетеді. Іште жиналып тұрған бомбалар тұрады. Бір бөлмесінде киімдердің жайылып тұрғанын көрсе, бір бөлмесінде Поль іздеп жүрген батальонның қырылып жатқанын көреді. Олардың газға уланып қалғанын түсінеді. Бұл жағдаймен Германияда адам қалмайды дейді. Немістердің батыс майданындағы генералына франциялықтардың шабуылды күшейтіп жатқандығы жайлы ақпаратты жеткізеді. Генерал ешқандай берілу жоқ, соңына дейін соғысамыз деп бұйырады. Сөйтіп польдарды түнде оятып, сендерді алдыңғы шепке жібереміз деп көліктерге отырғызып, біраз жерге келгенде жау көрмесін деген оймен фарларын өшіріп тастайды. Ары қарай жаяу аттанып, ұзын болған окоптарына жетіп, қатарға тізбектеліп, қаруларын дайындап, француздарды күтіп тұрады. Ал мына жақта эцбергерлерді келіссөз жүргізуге жіберіп, олар Францияның маршалымен жолығып, одан бітімге келіп, соғысты аяқтауды сұрайды. Сонда маршал соғыс аяқталуы үшін өз шарттар жазылған құжатты ұстатып, шарттарын қабылдап, қол қоюға 72 сағат береді. Ал польдарға шабуылдаймыз деп бұйырып, барлығы окоптардан шығып, алға деп шабуылдай бастайды. Француздар қарсы оқ атып, бомба жарып, төтеп беруге тырысады. Біраз сарбаздар ажал құшып, құлап жатады. Поль болса әйтеуір жүгіріп келе, қаңғыған оқтан аман өтіп, жауларға жақындап, гранатасын лақтырып жарады. Кейін тез бәрі бас салып, оларды өлтіре бастап, басқару аймағын бомбамен жарып, басымырақ түсіп, жаймен жеңе бастағандай болады. Алдарынан шыққан барлық француздықты өлтіріп, жолды жаулардан тазартып келе береді. Кейін үстелдегі тағамды алды-артына қарамай, қарындары ашқан олар ауыздарына тықпалай кетеді. Солай жеп тұрғанда жер қимылдағандай боп, үстел мен заттар дірілдей бастайды. Не ол деп бәрі сыртқа шығып көз салса, жау танкілермен келе жатыр екен. Оқ жаудырып қарсыласады, бірақ техникаға ештеңе етпей, оларға жақындап тоқтап, керісінше немістерді атқылап қашырады. Танк орға жетіп, қашқан немістердің артынан қуып, шетіндегі автоматпен оларды қырып келеді. Амалын тапқан немістер танк дөңгелегін гранатамен жарып тоқтатып, кабинаға да бомба тастап, іштен шыққан жауды аяусыз өлтіріп салады. Сол кезде арт жақта жаулары от шашып, өртеп өлтіріп келе жатқанын байқайды. Күштері жетпей, немістер кері шегініп, жүгіріп жатқанда Польға бомба тиіп жарылады. Есеңгіреген ол өзіне келе алмай қарап отырады. Сонда досы Альберт жау қолына түсіп, оны өртеп жібергенін көріп, Альберт деп қалады. Тор кеттік деп Польды алып кетеді. Тез өздерінің орларына жетіп, пулеметті, оқ-дәрілерді алыңдар, шегінеміз деп қолдарына түскен граната оқтарды жинап қаша жөнеледі. Ал ол уақытта эцбергерлер француздардың талаптарымен танысып, әріптесі бұл шарттарға келісе алмай жатқанда, эцбергердің сөздерінен соғысты қалайда аяқтау үшін келісімге келгісі келеді. Сөйтіп құжаттың көшірмесін түсіріп, жылдам бас штабқа жіберуді бұйырады. Польдар ол кезде қашып келе жатыр. Жарылыстан шұңқыр болған жерге құлап кетіп, артта қалып қояды. Жау біліп қоймасын деп пышағын шығарып, тырп етпей жатады. Қасынан жүгіріп өтіп кетеді. Сонда біреу оны атпақ болғанда, оған бомба түсіп жарылып, Поль тезірек жетіп, оны пышақтап тастайды. Дулығасын таяққа іліп шығарып көрсе, оқ атылып, қоршауда қалғанын түсінеді. Жүйкесі сыр бере бастап, жарақаттан өлмей қалған, қақалып жатқан жауға аузыңды жап деп айқайлайды. Кейін көзіне қарағанда жаны аши бастаған Поль оған көмек беруге тырысады. Киімін ашып, жарақатына мақтаны басып қояды. Бірақ ол бәрібір көз жұмады. Одан кешірім сұрап, қалтасындағы қойын дәптерін алып, ішінде қызы мен әйелінің суретін көріп жаман болады. Біраздан соң тынышталғанда Поль шұңқырдан шығып кетеді. Сөйтіп эцбергерге келісімге қол қой деген хабар жетеді. Содан соғыс аяқталды, үйге қайтамыз деген сарбаздардың қуанышты дауыстары естіледі. Поль сол жерге аман келгенін көреміз. Жаралылар жатқан жерге келгенде, оны Тиаден деген бірге қызмет атқарған досы танып шақырып алады. Сөйтсе ол аяғынан жараланыпты. Сосын сыртта тамақ беретін жаққа жақындап, қатты тауып, екеуі қуана қауышады. Тиаденге тамақ салып әкеліп, қасықты ұстатады. Польдар тамақтанып отқанда, Тиаден мен үшін бәрі бітті деп ойлап, өзін шанышқымен мойнына бірнеше рет ұрып жаралап өлтіреді. Кат екеуі бір шетте отқанда, Поль, менің анам соғысқа барма, сен бірден өліп қаласың деп айтқан болатын. Ал мен соны жоққа шығармақшы боп, дәлелдегім келді деп соғысқа әдейі келгенін түсінеміз. Сонда Кат, бұл соғыс бір ауру секілді, сұрамасаң да келеді. Біз бұны сұрамадық, бірақ бәрібір келді, және бұған жарты әлемнің қатысы бар деп, соғыстың басталуына олардың қатысы жоқтығын айтқысы келгендей болады. Эцбергерлер қайта кездесуге кеп, француздардың шарттарына қолдарын қойып шығып, бітімгершілікке келеді. Сарбаздардың қуаныштарына шек болмаса, ал соларды басқарып отқан генералдың ашуы шығып, келісімге риза болмай, біздің отанымызды сатып жіберді деп, барлық позициядағы әскерлерді осында шақыртады. Таңға қарай радиодан бүгін сағат 11-де соғыс аяқталады деген хабар тарайды.
таратылады. Сол кезде Кат оянған Польға «Қарашы, қандай тыныштық, мен керең боп қалғандаймын» дейді. Екеуі тамақ жеп келейік деп жолға шығып, жол жөнекей Рождествода мен былай істеймін деп Кат өз армандарымен бөлісіп, басында қаз ұрлаған үйлеріне жетіп келеді. Сенің кезегің деп Польді қорғаннан асырады. Ауламен тездетіп жүріп, қораға кіріп кетеді. Іштегі қаздардың жұмыртқаларын қалтасына салып жатқанда есіктің ашылғанын естіп, ақырын артқа қараса, бір бала тұрады. «Қара, қандай әдемі жұмыртқа» дегенде бала есікті жауып тастайды. Поль қашатын жер іздеп ағаштарды теуіп көреді. Іштен шал шыққанда жігіт әйтеуір есікті теуіп ашып қаша бастайды. Артынан оқ атып сыртқа шығып үлгеріп, екеуі табандарын жалтыратады. Жүгіріп келе жатып жұмыртқаға оқ тигенін түсініп, олар жарылғанын байқап, ыдысты алып соған құйып, араластырып кезек-кезек қандай дәмді деп сіміріп алады. Кат орманға дәретке шығып келуге кетіп, тал түбіне дәрет сындырып тұрғанда артынан біреу келгенін сезіп қараса, ұрлап жатқанда Польді көрген фермердің баласы болып шығады. Қолында қаруы бар екен. Атылғанның дауысын естіген Поль Катты іздеп келеді. Досын тауып, кім атқанын біліп келе жатып, Кат жарақаттан әлсіреп құлайды. Сөйтсе оқ ішіне тиіпті. Оны көтеріп демеп келе береді. Кат барған сайын әлсіреп, Поль оны арқалап алып, шаршап шалдығып, лазаретке дейін көтеріп келіп жатқызады. Дәрігер қарап, оны әкелмесең де болар еді, ол мерт болды деп суыт хабарды жеткізеді. Ол талып қалған шығар деп өлгеніне сенбей, оны түртіп көреді. Ажал құшқанына амал жоқ, сеніп өксігендей боп жаман болады Поль. Сөйтіп генерал барлық әскерлерді жинап, Франциямен арадағы келісімге қарсы болған ол, Латьер деген жер Германияның қолында қалу керек деп соғысқа қайта жібермекші болады. Соғыстан шаршап, оған қоса барлық достарынан айырылған Польдің жүзі ештеңеге зауқы болмай, сол жерде құлап қалатын адам секілді көрінеді. Сағат 11-ге дейін соғысып, жерді басып алып, кім екендігімізді көрсетуіміз керек деп, қайта майданға аттаныңдар деп бұйырады. Қайта соғысқа бармаймыз дегендерді ұрып, бұйрықты орындаңдар деп атып тастай салады. Амалдары қалмаған сарбаздар қайта ұрыс майданына жол тартады. Ал француздықтар бәрі бітті деп жайбарақат жүргенде, немістердің дауыстарын естіп, жау шабуылдап жатыр деп айқайлап, пулеметпен атқылай бастайды. Осылай келісімге келдік, соғыс бітті деп жүргенде, батыс майданда соғыс ұшқыны қайта тұтанады. Польда қалыспай оқ атып, майдангерлеріне көмектесіп төбелеседі. Оны жау жығып, лайға тұншықтырмақ болып жатқызып алады. Зорға дегенде бір тасқа жетіп, сонымен ұрып құлатады. Шетте жатқан тапаншаға ұмтылып, оны итеріп, екеуі бункерге домалап құлайды. Поль атады деп қарап тұрғанда, артынан басқа біреу оның жүрегіне мылтық пышағымен сұғып алады. Тынысы тарылып, тізерлеп қалады. Сол кезде сағат 11 болды, атуды доғарыңдар деген дауыс естіледі. Яғни соғыс аяқталғанын білеміз. Француз атпай жоғары шығып кетеді. Поль болса сыртқа шықпақ боп, ақырындап жоғары көтеріліп, бункерден шығады. Әскерлер бір-бірін демеп жүргендерін көреміз. Кейін Поль құтқарып қалған жас сарбазға қалташаны ұстатады. Ол басында Поль секілді өлгендердің мойналқаларының жартысын жинауға кіріседі. Шеттен жинап келе жатып, кезек Польға да жетеді. Оны көріп біртүрлі боп қалады. Ол отырып көз жұмған екен. Осылай бірнеше адамның кесірінен қаншама миллиондаған адамның өмірі қиылды. Анасының сөзін жоққа шығарып дәлелдегісі келген Поль соғыс аяқталарда мерт болды. Фильм соңында тарихи деректерді жазады. 18 жылы соғыс аяқталғанда батыс майдан шебі бір орнынан қозғала қоймады. Бірнеше жүздеген метр үшін ол жақта 3 миллионға жуық адам қаза болғанын, жалпы бірінші дүниежүзілік соғыс 17 миллиондай адамның өмірін қиғаны жайлы ақпарат айтылып, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.